Бөлім ғұндар тақырыбы ғұн тайпалық бірлестігі. Оқу мақсаттары: картада тайпалық одақтардың орналасуын көрсету. Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау. Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Ғұндар туралы жазба деректер. Қытай деректерінде біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта түркі-моңғол халықтарының ата-бабалары Алтай таулары мен батыс және ішкі Моңғолия далалық, орманды далалық жерлерде мекендеген тайпалары. Ғұндар 24 руға бөлінген және әр рудың басында ағамандар тұрған. Сол уақытта ағамандар кеңесі мен халық жиналысы жұмыс істеген. Сонымен бірге ғұндар әскери тұтқындардан тұратын құлдар ұстаған. Олар мал шаруашылығымен, қола, кейінірек темір металлургиясымен және де қолөнер кәсібімен айналысқан делінген. Ғұн билеушісін Шаню деп атаған. Ғұн мемлекеті біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда көшпенді ғұн тайпаларын біріктірген Мөде Шаню кезінде Евразиядағы ең мықты мемлекет болды. Тарихи деректерде біздің заманымызға дейін 209 жылы Мөде әкесін өлтіріп, таққа өзі отырған делінеді. Мөде Шаню билікке келгелі, ғұндар қатты күшейіп, аумағын кеңейте бастайды. Осы мәселеге байланысты сіздерге аңыз айтып шығайын. Ежелгі Қытай тарихшысы Сыма Цзянның Ши Цзи тарихи жазбалары атты кітабында былай деп жазған. Мөде таққа отырған уақытта шығыстағы дунхулар аса қуатты ел ретінде таныла бастаған кез еді. Олар Мөде өз әкесін өлтіріп билік басына келгенін ести сала, Мөдеге елші жібереді. Күніне 1000 шақырымға талмай шабатын атақты тұлпарын беруді сұрайды. Мөде сол кезде уәзірлерімен ақылдасып, уәзірлері 1000 шақырымға шабатын бұл тұлпар ғұн мемлекетінің аса қымбат байлығы, беруге болмайды деп ой пікірін айтады. Мөде бір ғана жылқыға сарандық жасап, көршімен тату отыра алмаймыз шығарымыз деген ой айтады. Сөйтіп, Дунху еліне күніне 1000 шақырымға шабатын жүйрік тұлпарын беріп жібереді. Біраз уақыттан соң шығыстағы Дунхулар Мөде бізден қорқады деп тағы да елші жібереді. Ол келген елші Мөде Шанюдан өзінің ең сұлу әйелін сұрайды. Мөде Шаню тағы да уәзірлерімен ақылдасып, шығыс көршілеріміз әдептілікті білмейді, оларға соғыс ашуымыз керек деп уәзірлері ашуланып пікір айтады. Сол кезде Мөде Шаню бір әйелге сарандық жасап, көршімен тату отыра алмайтын шығарымыз деп өзінің ең сүйікті сұлу жарын беріп жібереді. Шығыстағы Дунху мырзалар одан сайын есіріп, батыстағы жерлерді жаулап ала бастайды. Олардың арасындағы адам мекендемейтін көп жерлер болды. Шығыс Дунху елшісі тағы да келіп, сендер мен біздің арамызда, шекарамызда әр жағында иесіз жер бар. Сендер оған жете алмайсыңдар. Сол жерлерді біз алайық деп ұсыныс жасайды. Сол кезде Мөде уәзірлерімен ақылдасады. Уәзірі, ол жер иесіз жер. Оны беруге де болады, беруге де болмайды деп
ойын айтады. Сол кезде Мөде Шаню қатты ашуланып, жер мемлекеттің негізі, оны қалай беруге болады? Жер болмаса, ел болмайды, жер халықтың аманаты деп жерді ұсынған уәзірдің басын шабуға бұйрық беріп, шығысқа қарай аскерін көтеріп аттанады. Ол кезде шығыс көршілері дунхулар Мөдені елемей, соғысқа ешбір дайындықсыз отырған еді. Мөденің әскері лезде шабуылдап, қатты соққы беріп, Дунху әулетінің патшасын өлтіріп, олардың халқы мен мал дүниесін олжаға алады. Қытай қорғаны. Қытайдағы қорған құрылысы Қытай тарихында патшалықтар заманында Чунцу біздің заманымыздан бұрын 777 жылы, 476 жылы және де Чанго жауласқан патшалықтар 475-221 жылы заманында салына бастайды. Ол кезде Хуанхэй алқабында 7 шағын патшалық жеке дара өмір сүреді. Олар өздерінің солтүстігіндегі Ғұн және Дунху сияқты көшпелі тайпалардан қорғану үшін өз шекараларын қорғаныс қамалдар тұрғыза бастайды. Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы тұңғыш император Цин Шуханди өзге 6 патшалықты басып, бағындырып, бір тұтас Қытай империясын құрады. Ол әр патшалық тұрғызған үзік-үзік қорғаныс қамалдарын бір-біріне жалғастырып салдырды. Оның ұзындығы 5 километр шақырымға жетті. Хан империясы заманындағы қорған қамалдар шығыста Ляодун түбегінен батыста Линтауаға, қазіргі Гансу провинциясының жерінде дейін жеткізілген. Қорғаныс қамалдарының бұзылып бөлінген жерлерін Қытайдың әр билеушісі жөндеп қалпына келтіріп отырды. Ал сіздің назарларыңызға бейне баян ролик ұсынамын. Біздің заманымыздан бұрынғы 56 жылы ғұндар оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінді. Оңтүстік ғұндар Қытайға бағынышты болса, солтүстік ғұндар орталық азиялық тайпалармен одақтасып, батысқа қарай жылжып, өз тәуелсіздігін сақтап қалады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың 2-ші жартысында қазақ жерінде Чичи, Шөже, Шаньюй басқарған ғұндардың 1-ші толқыны қоныс аударады. Олардың бір бөлігі Қаңлы тайпалық бірлестігімен көршілес қоныстанады. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Чичи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне бекінеді. Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуының 2-ші толқыны біздің заманымыздың 1-ші ғасырында, біздің заманымыздың 93 жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кей тайпалар ғұндармен одақтасса, қалған бөлігі тұрған жерлерінен ығыстырыла бастады. Ғұндардың қоныс аударуы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Ғұндар көші Паннония, қазіргі Венгрия жеріне көшіп келіп орнықты. Мажарстанның Венгрия тұрғылықты халқы мадиярлардың орталық Еуропа аумағына ұлы даладан келгені жайында деректер мен аңыздар көп кездеседі. Сол мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата жұрты санайды. Тарихта ғұн тайпалары бастаған бұл ұлы көш халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен белгілі. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аумағына кіргеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда бола бастады. Сіздердің назарларыңызға дүниежүзілік карта ғұндардың
ұлы қоныс аударуы. Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Бұл жерде қоныс аудару бағыттары көрсетілген. Тапсырма. Зерттеу сұрағы. Неге Мөде Шаню жер мемлекеттің негізі деді? Өз ойларын, пікірлерін жазу. Ғұн тайпаларының қоныс аудару туралы кестені толтырыңдар. Кім, не, неге, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап жазыңыздар. Кескін картамен жұмыс. Ғұн тайпаларының қоныстану бағыттарын анықтап, картадан көрсету.